Сосиска қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 350 грамм сосиска, 200 грамм үгітілген ірімшік, 100 грамм консервіленген лобия, 1 шикі жұмыртқа және 2 піскен жұмыртқа, 150 грамм майонез, 100 грамм өсімдік майы, 2 дана пияз, 30 грамм картоп крахмалы, 1 бума ақ желкен, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз текшелеп туралған сосискаға 2 піскен жұмыртқаны, консервіленген лобияны, 2 қасық крахмалды, шикі жұмыртқаны және туралған ақ желкенді қосамыз. Тұздап, бұрыш қосып, барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік табада өсімдік майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды салып, 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Әр өнімнің үстіне аздап майонез саламыз. Үгітілген ірімшікті себеміз және ұқыптап жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, 15 минут бәсең отта пісіреміз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде балғын ақ желкен сеуіп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.